Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді, жұмсақ болып шығатын панкейк пісіреміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бұл өте дәмді шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны жарып, оның үстіне қант қосып араластырамыз. Үстіне жылы сүтімізді құйып, тағы да араластыратын боламыз. Ендігі кезекте ұн мен қопсытқышымызды алдын ала араластырып алып, оны осы біздің сұйық тестамызға салып, тағы да араластыратын боламыз. Ұнды аз-аздан салып отырыңыздар. Жақсылап араластырып болғаннан кейін сары майымызды ерітіп алып, оны құйып, тағы да араластырамыз. Мінекей біздің тестамыз осындай болуы керек. Енді табамызды қыздырып алып, оған панкейкті пісіріп бастаймыз. Мен осындай қасықпен салып, қалың болып кетпеу үшін жан-жағын жайып жатырмын. Астын орташа отқа қойып пісіретін боламыз. Мінекей біздің панкейктің беттерінен осындай көпіршіктер шығып жатыр. Яғни бұл пісті деген сөз. Біз енді екінші жағын аударатын боламыз. Біз екінші жағын аудардық. Мінекей бізде осындай сарғыш түс болып шығады. Біздің панкейктеріміз дайын. Біз енді оны ыдысқа салып, қазір жақсылап сәндейтін боламыз. Мінекей менде осындай панкейктер шықты. Мен осылай сәндедім. Сіздер өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.